Sizin 4 mü? 3 canlı. Biz kişi 4 gün olmuştu. Yok biz bu anda nasıl? Студенттер, міне 2 күн бойы біз Олимпиада мәресіне жақындап келе жатыр. Барлық тапсырмалар бойынша жұмысты жүргіздік. Siz қосыңыз, мен уже сөйлеп бастап айта береміз. Құрметті енді осы 2 күн жүргізілген олимпиадамыздың әрбір кезеңдері бойынша комиссия мүшелері қазір сіздерге қорытынды жұмыстарын талдап айтып береді. Зафра Шашыбекқызы, қосылдыңыз ба? Манат Кеңесовна, байланыста барсыздар ма? Қосылып отырмыз. Сөз кезегі педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Манат Кеңесқызына беріледі. Комиссия мүшесі әрбір тур бойынша жалпы командалардың қандай деңгейде жұмыс жасағаны туралы талдау жұмыстарын жүргізсеңіз. Сөз кезегі сізде, Манат Кеңесовна. Рахмет, саламатсыздар ма, құрметті 12-ші республикалық пәндік олимпиадаға қатысушылар. Сіздерді мектебінде созылған олимпиаданың қорытынды кезеңіне келіп жеткенімізбен ғана құттықтаймын. Енді биылғы олимпиада өздеріңізде байқап отырсыздар, пандемияға байланысты форматы да өзгерді, дегенмен сіздер осы бүкіл дүниежүзінде орын алып отырған ахуалға қарамастан осы олимпиадаға барынша үлкен дайындықпен келгендеріңіз көрініп отыр. Дегенмен де енді мынау тапсырмаларды талдау барысында кездескен біраз олқылықтарды айта кетсек дейміз. Біріншіден біз әрбір жұмыста тақырыптың ашылуына көңіл бөлсеңіздер екен. Кейде тақырып алшақтап кетіп жатамыз да, бірден сол тақырыпқа көшу керек. Кіріспе көбірек болады да, тақырып ашылмай қалып жатады. Сосын өзіміздің ұлттық нақыштарымыздағы дүниелерді көргіміз келеді. Ондай жұмыстардан қолда әрине ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуге. Студенттер олимпиада дайындаған ғой сол. Больницада жатсам да сізбен олимпиада. Әріптестер, микрофондарын өшіріп қойсаңыздар, талдау жұмыстарын айтып жатыр. Артистерін деген мәселелерге де көбірек көңіл бөлу керек сияқты. Мынау эссе жазуда автордың өзіндік көзқарастарын көрсету бізде кемшін болып жатыр. Біз өзіндік бір баға беруіміз қажет, ол зерттеліп отырған мәселеге. Сосын шығармашылық жобада да, мысалы кейбіреулер шығармашылық жобаның екенін түсінбеген, тіптен жұмыс, диссертация сияқты болып кеткен жағдайлар кездеседі. Сондықтан да әрбір ненің атқаратын өзіндік жүгі бар, сол жүкті алып жүруге лайық болуымыз керек. Енді топтар өте жақсы дайындалған, олимпиадаға өздерінің барлық мүмкіндіктерін көрсетті, креативті жұмыстар болды, өте жақсы. Көбіге қуаныш ұялатады, оның барлығы да. Қатысушылар бір-бірлеріңізден тәжірибе алмастыңыздар деп ойлаймын, өйткені
өздеріңізде тәрбие шәкірттеріңіздің кемшін тұстарын көріп отырсыздар, басқа топтың оң бастамаларын көріп отырсыздар, сондықтан бір сіздердің келешек жұмыстарыңызға үлкен бір бағдар болады деп есептеймін. Жұмыстарыңызға тек сәттілік тілеймін, аман болыңыздар. Келесі оқу жылында олимпиадада кәдімгі 100-100 кездесетін болайық. Шығармашылық табыс, сәттілік тілеймін. Рахмет Манат кеңесіне. Құрметті әріптестер, студенттер, мүмкіндік болса, құттықтарыңызды өшіріп қойсаңыздар, иә. Сөз кезегі комиссия мүшесі, педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы Жанар Айтбайқызы сізге беріледі. Әрбір кезең бойынша жұмыстарға талдау берсеңіз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, олимпиадаға қатысушылар. Міне біздің осы 2 күнге созылған олимпиадамызда өз мәресіне жетіп отыр. Барлық қатысушы командаларды құттықтаймын. Бұл біздің өткізіп отырған олимпиадамыз барлықтарыңыз үшін өте тиімді болды деп ойлаймын. Сол тұрғыдан келгенде сіздер барлықтарыңыз жеңімпазсыздар. Және де енді біз тоқталып айтып кететін болсақ, осы бірінші турымыз бойынша бізде заманауи тәрбиеші мәртебесі командалар челлендж түрінде өзін таныстыру керек болатын. Біз енді қазылар алқасы 2 күн бойы жұмыс жасады. Барынша объективті, әділ болуға тырыстық. Сондықтан бізде барлық критерийлер бойынша сараланды. Сіздердің жұмыстарыңыз мазмұнның педагогикалық бағыттылығы, қазіргі жаңартылып жатқан білім мазмұнына сәйкестігі, оны қаншалықты креативті, бұл тәрбиеші мұғалім мамандығы, бұл тек қана өз маманның кәсіби шебері болу қана емес, сонымен қатар әртістік қабілетімен де педагогтың негізгі қаруы сөз болғандықтан, оның сөйлеу шеберлігі барлығына біз мән бердік. Және де регламент сақтау бұл да бір критерийдің бірі болды. Бізге осы Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университеті бар, Батыс Қазақстан университеті, Қыздар педагогикалық университеті, және де мынау арқалық университеттерін атап өткім келеді. Мұнда қыздардың сөйлеу мәнеріне барлық критерияларды, талап тілектерді сақтауы, және де киім үлгісі болсын, барлық осы тұрғыдан келгенде жақсы командалар өте көп болды. Жобаға келгенде жаңада әріптесім Манат Кеңесқызы айтып өтті. Мұнда ғылыми жоба ретінде көп командалар шығармашылық жоба екендігіне аса бір кейбір әттеген-ай деген тұстары болды, енді жасыратын жоқ. Сондықтан ақпараттық портал жасаған командалар болды бізде мысалы. Және де өздерінің әдістемелік құралдары бар, бізде жұмсақ кітапшалар бар, және де көптеген өздерінің еңбектерімен көрсетті. Біз осы тұрғыдан келгенде шығармашылық жобаны біз сараладық, және өзіміздің бағамызды бердік. Және де сабақта біздің әріптестеріміз бар, солармен ақылдаса келеде біз өз сабақтар бойынша да біз нәтижесін айтамыз. Қазір біз барлық бағалар шықты, барлық командалар номинациялар бойынша марапатталатын болады. Және осыда біздің өткізілген олимпиадамыз осы білім алушылардың қатысып отырған ішкі потенциалын анықтауға, олардың таңдаған мамандығына деген, сол саладағы ғылымға деген қызығушылығын арттыруға, зияткерлік дағдысын қалыптастыруға үлкен бір әсер еткен айтулы интеллектуалды жарыс шара болды деп ойлаймын. Біздің педагог әріптестеріміз осы қанша дайындап балаларды, өздерінің үлестерін қосып жатқан бұл сіздердің үлкен еңбектеріңіз, және де шығармашылық тұрғыдан тәжірибе алмасуға да үлкен көптеген септігін тигізді деймін. Сондықтан сіздерге тек сәттілік тілеймін. Сіздер барлықтарыңыз жеңімпазсыздар. Бізде айтады ғой енді, алуан түрлі жүйрік бар, әліне қарай шабатын дейді. Сол тұрғыдан келгенде енді кейбір әттеген-ай деген тұстарда болды. Бірақ сонымен қатар мынадай жағдайда қашықтықтан оқыту жағдайында да бізге кері байланыс арқылы балалармен қалай жұмыс жүргізу керек, оны да көрсеткен, тамаша бір үлгісін көрсеткен командалар болды. Олар тиісті өз бағасын алды. Сіздерге көп рахмет, табыс тілеймін. Жақсы, Жанар Айтбайқызы.
Құрметті білім алушылар, қадірменді әріптестер, жалпы мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім беру бағдарламасы бойынша біздің университетімізде кафедра филиалдары бар. Кафедра филиалы және облыстағы ең үздік балабақша статусына ие болған бізде Алтыныя Бөбекжай балабақшасы бар. Міне осы Алтыныя Бөбекжай балабақшасы біздің кафедра филиалымыз. Облыстағы ең үздік балабақша деген номинацияны 2 жыл қатарынан иеленіп келе жатыр. Біздің білім беру бағдарламасында оқитын білім алушыларымыз осы балабақшаның базасында практикадан өтеді. Келесі сөз кезегі Алтыныя Бөбекжай балабақшасының меңгерушісі, Қазылар алқасының мүшесі Зафура Шашыбекқызына беріледі. Сөз кезегі өзіңізде, Зафура Шашыбекқызы. Құрметті әріптестер, саламатсыздар. Өздеріңізбен мынау бейне камера арқылы сөйлесіп, тілдесіп отырмыз. Енді жалпы өтіп жатқан олимпиада өте жоғарғы деңгейде ұйымдастырылған Қорқыт Ата атындағы университет баспалдақ оқыту кафедрасына мен көптен көп рахмет айтқым келеді. Ал енді бізге негізінен барлық танысулары, барлығына біз қарап отырдық. Шығармашылық жоба қорғады біздің студенттеріміз. Одан қалды панорамалық оқу қызметі көрсетілді. Барлығынан да енді екінші, үшінші курс студенттер болғаннан кейін әрине біз жан-жақты қарауға тырыстық. Өйткені практик адамдар негізі тәрбиешілерге барлығына жанашырлықпен қарауға тырысамыз біз. Сондықтан мынау енді менің айтайын дегенім барлық студенттер екінші, үшінші курс студенттері болғандықтан әрине өздерінің бүгінгі күні осы 2 курс, 3 курс ішінде осы университеттен, жоғарғы білім беру орындарынан алған, практикадан алған өздерінің іскерлік үйренген тәжірибелерін көрсете білді. Сондықтан барлық қатысушы мен студенттерге көп рахмет айтқым келеді. Республикалық деңгейде қатысу ол үлкен жауапкершілік талап етеді. Және осы студенттерді дайындаған мынау аға оқытушыларға, ғылым кандидаттарына, барлық жоғарғы оқу орнында жұмыс істеп жатқан, бізге мамандарды дайындап жатқан әріптестеріме мен тек сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі менің айтайын дегенім, барлықтарыңыз өте жақсы дайындықта келдіңіздер. Барлығына өте жан-жақты қарауға тырыстық. Енді алдағы уақытта олимпиадада сіздер неге мән берсеңіздер деген мәселені мен айтып кеткім келеді. Әрине өте жоғарғы деңгейде келген білім ордалары бар. Олар атап өткімге келеді. Маған ең бірінші осы университеттердің ішінен Қара шаңырақ Абай атындағы Қазақ ұлттық педагог университеті Алматы қаласы, мәртебелі педагог Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті Алматы қаласы, Сириус Ақмола облысы Көкшетау қаласы Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті ДОФ 2020, Қостанай, Қарағанды, осы және Смарт Жетісу, Ұлағат, Нұрсәт топтарының атымен келген барлық оқу орындарының университеттен келген қатысқан студенттерге мен өмірде тек қана сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта мектепке дейінгі білім беру саласындағы майталман тәрбиешілеріміздің, ұстаздарымыздың қандай да бір алдағы уақытта осы мектепке дейінгі салаға жаңалықты әкелетін осы жастардан біз үлкен үміт күтеміз. Ал енді бүгінгі күні мына құрметті әріптестер, неге сіздер алдағы уақытта мән берсеңіздер? Мынау панорамалық оқу қызметін біз бағалаған кезде біз неге үлкен мән бердік? Өздеріңіз білесіздер, 2016 жылғы 12 тамыздағы нөмірі 499 бағдарламамыз бар. Одан қалды 604 мемлекеттік мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту стандарты бар. Одан қалды биылғы 2019-2020 жылдарға арналған әдістемелік нұсқаулығымыз бар. Одан қалды Нұрсұлтан қаласындағы мектепке дейінгі балалық шақ оқу орталығының сайтында арнайы мектепке дейінгі салаларға арналған бағдарламалар, әдістемеліктер дайын тұр. Соны алдағы уақытта сіздер басшылыққа алсаңыздар екен деген үлкен өтініш айтқым келеді. Өйткені бүгінгі оқу қызметтерін, панорамалық оқу қызметін ұйымдастырған кезде әлі де болса да мынау
біздің алдымызда отырған бүгінгі күні 1 жас пен 6 жас аралығындағы бала екен ұмытпасақ екен. Жас ерекшеліктеріне мән берсеңіздер екен. Сосын панорамалық оқу қызметін ұйымдастырған кезде мынау машықтанушыларды дайындайтын жетекшілер алдағы уақытта мысалға көп оқу орындары мысалға көрсетіп жатқан панорамалық оқу қызметінің қай жас ерекшелікке сәйкес екенін біз түсіндіре алмады. Біз сол жерден көп қиналдық. Ал кейбір университеттер енді өте жақсы көрсетіп жатты. Технологияларды әкеп жатты. Сосын мынау технология, әдіс, педагогика дегенді бір-бірімен шатастырып алмасақ екен. Біресе Монтессори педагогика істедік, біресе Монтессори технология істедік, біресе Монтессори әдістеме істедік. Сосын Монтессори әдістемесі негізінен 9 аймақтан тұрады. Бізде 5 аймақ деп айттыңыздар. Леппук Монтессори әдістемесіне негізінен кірмейді. Монтессори әдістемесінің өзінің 9 аймағында бекітілген өзінің дидактикалық материалдарымен балаларының танымын арттыратын өзінің дамытушы орталықтары бар. Ол арнайы бекітілген. Оған біз еш нәрсені өзіміз қоса да алмаймыз. Өйткені ол арнайы Мария Монтессори өзінің педагогикасы болып табылады. Алдағы уақытта осыны ескерсеңіздер. Сосын мынау бізге қойылып жатқан мектепке дейінгі сала мамандарына қойылып жатқан бірде-бір соңғы уақытта қойылып жатқан нәрсе ол 4К моделі. Бәріміз 4К моделін айттық, оның 4 жаңағы қасиетін айтып шықтық та, ал бірақ айналып келгенде сол 4К моделін әрі қарай қалай іске асырамыз? Осыған қатты тоқталмадыңыздар. Сыни ойлау, командада жұмыс істеу, коммуникатив деп жалпы айтасыздар да, әрі қарай соны нақты мынандай әдіс тәсілдермен. Сосын жалпылама сөздер өте көп болды. Мысалға, мынау ақпарат тақтасы дегенді аштық деп, ата-аналармен мынандай мониторинг жүргізіп жатырмыз дейді. Ал негізінде ешқандай мониторингті былай көрсеткен жоқсыздар. Слайдпен, ол жалпы сөзден көрі бүгінгі күні нақты іспен, нақты дәлелмен көрсеткен дұрыс қой деп ойлаймын. Содан кейін мына бағдарламаларға да үлкен мән берсеңіздер. Өйткені бағдарламаның өзі жылына 2-ке бөлінген ғой, бірінші жартыжылдық және екінші жартыжылдық. Сосын балалардың жас ерекшелігіне, қазіргі бізге STEM кабинеттері енгізіліп жатыр. Флипчарт оқу әдістемелері, әдістері ендіріліп жатыр. АКТ дейміз, бірақ слайдпен ғана шектеліп жаттық. Ал сол алдағы уақытта соны да көрсетсеңіздер. Сосын қазір дамытушы дайын ойындар өте көп. Робототехниканың түрі өте көп. Дупланың қарапайым түрінен үлкен ірі модульдерден ұсақ модульдерді біріктіруге деген арналған өзінің мектепке дейінгі салаға арналған робототехниканың түрлері өте көп. Робототехника деген сөз айтылды, бірақ соны әрі қарай дамытып көрсетсеңіздер екен. Жас ерекшеліктеріне сәйкес. Алдағы уақытта мынау мектепке дейінгі салада қазір дамытушы, интеллектум ойындары өте көп. Соны пайдалансаңыздар екен. Негізі бүгінгі күні өзі мектепке дейінгі салада жан жақты жұмыс істеп жатқан біздің ғалымдар бар. Олардың ойлап тауып жатқан ойыншықтары бар. Соны көрсетсеңіздер екен. Енді үлкен қалалардан енді үлкен бір жақсы шығармашыл жұмыстар күткенбіз. Шығармашыл жұмыстарда бір кішкентай сол студенттің бір идеясы болу керек сияқты менің ойымша. Ал сондай идея болса екен алдағы уақытта. Сосын біздің студенттерді алдағы уақытта мына кіріктіруге үйретсеңіздер. Бүгінгі күні бізге кіріктіру оқу әдістемесін енгізу міндетті. Кіріктіру, яғни бір оқу қызметінде бірнеше оқу қызметін кіріктіру. Сосын бізде жақсы осы жобаны, шығармашылық жобаны қорғаған бізде. Маған ұнағаны жаңағы Абай атындағы университеттің қыздарының жаңа жоба қорғағаны өте жақсы айтып шықты. Жаңартылған бағдарлама деп айтып жатсыздар жалпылама. Ал жаңартылған бағдарламаны осы жерде осы Абай атындағы Қара шаңырақ командасы өте жақсы ашты. Өйткені жаңартылған бағдарламаның өзінің әдістемесі бар. Оның ішінде жаңа бала үні, командада жұмыс істеу, баламен бірге шығармашылық жұмыстарын өте жақсы астыңыздар. Маған осы Қара шаңырақ Абай атындағы ұлттық педагог университетінің жалпы қорғаған жаңағы ғылыми шығармашылық жобасы өте жақсы ұнады. Сосын Қазақ ұлттар қыздар педагогикалық университеті Алматы қаласы мәртебелі педагог тас технологиясын айттыңыздар. Бірақ енді соны практика жүзінде көбірек көрсеткендеріңіз дұрыс еді. Алдағы уақытта осыны басшылыққа алсаңыздар. Тас технологиясы дегеніңізде, бірақ соны өмір қауіпсіздігіне,
балаларға тиімділігіне соған үлкен мән берсеңіздер екен. Бір жақсы. Сосын Сириус, Көкшетау қаласы, Шоқан Уәлиханов, енді сіздерден өте жақсы айттыңыздар, керемет айттыңыздар. Бірақ сіздердің шығармашылық жобаларыңызды қатты қорғай алмадыңыздар. Осыған үлкен алдағы уақытта мән берсеңіздер. Өзі олимпиадаға келатқанда барлық сатыға нақты стандартқа, бағдарламаға сәйкес дайындалу керек екен деп, мен өзім осы сіздердің бүгінгі олимпиадаларыңызға қатысып, мен енді ғылым кандидаты емеспін, бірақ мен енді 30 жыл еңбек өтілім бар, педагогпын, сөздің шынын айтайын. Сондықтан енді алдағы уақытта осы бағдарламадан, стандарттан, жаңағы сайттардан, мектепке дейінгі балалық шақ сайты бар, еркін кіре аласыздар. Барлық біздің әдістемеліктердің бәрі соның ішінде тұрады. Осы жаңағы Қазақ ұлттар педагог университетінде мұғалімдерінің сол жерде көптеген нелер жарияланады. АГУ-дың жаңағы Алматы Қазақ ұлттық педагог университетінде көптеген мақалаларын біз соның ішінен көріп жатамыз. Енді істеріңізге тек сәттілік тілеймін. Сыр еліне қош келдіңіздер онлайнмен. Енді алдағы уақытта Сыр еліне қош келіп жатсаңыздар, мынау Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы ашқан Алтынай балабақшасына қош келіңіздер. Біз Құрықтат атындағы университеттің өндірістік филиалы болып табыламыз. Сіздерді келеді деп біз өте жақсы дайындалдық, күттік. Барлығымыз бар инновациямызды, барлық жаңалығымызды көрсетуге дайындалдық, ұжым болып. Сондықтан енді алдағы уақытта біздің Қызылорда облысына бір жұмыспен сапарға келіп жатсаңыздар, мектепке дейінгі саланың мамандарын әрине біз құшақ жая қарсы аламыз. Рахмет, жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Рахмет, Зафура Шаршыбекқызы, мазмұнды да әрі сапалы талдау жұмыстарын айтып бердіңіз, талдап. Құрметті әріптестер, керемет жақсы ойлар туындап отыр. Яғни ғалымдар университеттен теориялық бағытта жаңағы ойларын білдірсе, балабақша әдіскерлері бар, тәрбиешілері, сіздер практикалық жағынан болашақ мамандар үшін құнды ғылыми еңбектерді бірлесіп шығаруға, жалпы жоғарғы оқу орындарына байланысты оқу құралдарын, оқулықтарды бірлесіп шығаруға әріптестік тығыз қарым-қатынасымыз әрі қарай нығая берсін дегіміз келеді. Рахмет үлкен. Құрметті барша олимпиадаға қатысушылар, құрметті топ жетекшілері, жүректеріңіз лүпілдеп толқып отыр. Біздің университет жалпы олимпиаданың ұйымдастыруына, олимпиаданың өткізілуіне барлығына керемет қолдау, жоғары деңгейде қолдау білдіріп отыр. Қазір бізде 21-22 осы мамыр аралығында университетімізде 2 мамандық бойынша республикалық пәндік олимпиада өткізіліп жатыр. Ол химия және екінші біздің мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу. Біздің жергілікті уақытпен сағат 16:00-де химияның жабылуы болып жатыр. Сол қалай бітеді? Қазір бізде 16:30-да университет ректоры Бейбіткүл Сәрсемханқызы арнайы жабылу салтанатына өзі қатысады. Сондықтан оған дейін біз талдау жұмыстарын жүргізсек. Бір енді шамалы сәл ғана уақытымыз қалды. Барлық комиссия мүшелері бізде пікірлерін білдірді. Тағы да бізде облысымыздағы ең үздік балабақшаларының бірегейі деп айтуымызға да болады. Бізде комиссия мүшесі болып қазылық жасаған Қарақұлова Қаламқас апайымыз отыр, Алпамыс балабақшасының меңгерушісі. Қарлығаш апай. Жақсы, қазір байланысқа қосыла жатыр. Қарлығаш апай байланысқа қосылған кезде тағы да өзінің ойын пікірін білдіре жатыр. Енді мен жалпы кезекте командалардың қалай жұмыс жасаған деңгейі және әрбір тур бойынша балдармен таныстырып өтейін. Енді 15 команда қатысты, соның ішінде 4 кезең бойынша біз жұмыстар жүргіздік. Бірінші кезең, өздеріңіз білесіздер, үй тапсырмасы, яғни таныстыру болатын. Міне, жалпы енді әрқайсына жеке-жеке тоқталмай, мен командалардың итог қорытынды балдарын айтып өтсем. Жалпы бірінші турда Зерек командасы 29 ұпай, Шамшырақ командасы 39 ұпай, ДОФ 2020 37 ұпай, Сирус 38, Мәртебелі педагог 41, Балдаурен 37, Қара Шаңырақ 48, Құлжанова Ізбасарлары 42, Ұлағат командасы 41,
Біз біргеміз 28, Смарт Жетісу 36, Жұбанов жұлдыздары 30, Күншуақ 26, Самға 32, Нұрсат 25 ұпай бірінші турда. Бірінші турда таныстыру кезеңінде жаңада жоғарыда қазылар мүшесі айтып өтті. Өздеріңіз жақсы білесіздер, жалпы бұл жерде қазылар алқасы неге мән берді? Бұл жерде ең басты мән берді. Тақырыпқа сәйкестілігі, мазмұнның ашылуы. Міне байланысқа бізде Қарлаш апайымыз, Алпамыс балабақшасының меңгерушісі қосылды. Қарлаш апай, сізді тыңдасақ, жалпы осы олимпиаданың өткізілу барысы туралы, командалардың дайындығы туралы әрбір кезеңдер бойынша өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз, сөз кезегі сізде. Рахмет. Енді мен басынан аяғына дейін көріп шықтым, сайыс бойынша, олимпиада бойынша. Енді мен бағана бірінші, екінші не бойынша айтатын болсам, бағана дайындалмады мен. Екінші не қайда? Шығармашылық жоба сайысы бойынша айтайын дегенім, топтардың барлығына мен өзімнің бағамды бағана қойдым. Енді соның ішінде шығармашылық жоба болғандықтан бір идея болса екен дедім да, тәрбиешілердің. Команда болып жұмыс жасап атқаннан кейін, республикалық байқау болғаннан кейін, соларды жаңа ұсыныс жаздым енді. Ақпараттық жаңағы технологияларға көбірек тоқталғанда, дайын технология. О дайын технологиядан гөрі бір шығармашылық жоба болса қорғалған деген пікір менде. Сосын жаңағы панорамалық оқу қызметіне тоқталатын болсам, панорамалық оқу қызметінде балалардың жас ерекшеліктері нақты көрсетілсе, енді жан-жақты қыздар дайындалған, енді бұлардың бәрі енді пока студент қой, енді қызметкер емес, ал енді біз өзіміздің қызметкерлерге қойылатын талап бойынша қарап бағалап отырдық. Ал енді оқу қызметін тек панорамалық оқу қызмет деген кезде, олар тек баяндап отырды да слайдпен. Ол слайдпен баяндамай, оны көрнекілікпен көрсетсе екен деген менде ұсыныс бар. Сосын жаңартылған білім беру мазмұны деп, соны көбірек көрсетейміз, өйткені ол жаңартылған білім беру мазмұны қазіргі өмірдің талабы. Соған байланысты оқу қызметтерінің жоспарын құрса. Менің айтатыным осы. Естілді ма мен айтқаным сіздерге? Естілді. Үлкен рахмет, Қарлаш апай. Бізде енді 5 минуттай уақыт қалыпты. Қазір Жандос Нұртайұлы модератор болып, әрі қарай жұмысты қолға алады. Енді шын мәнісінде бұл олимпиадада, құрметті білім алушылар, интеллектуалдық сайыс дегенмен де біз бір-бірімізден өте көп тәжірибе үйрендік. Жалпы республикалық деңгейде бір-бірімізден тәжірибе практикалық тұрғыда алмасып, керемет жұмыстарында куәсі болдық. Жаңа қазылар алқасы айтып жатты. Аттеген-ай дегенде тұстар болды, бірақ әрине бұл жарыс болғаннан кейін бақ шабама, бап шабама деген бар. Сондықтан барлық объективті тұрғыда, әділ тұрғыда біз бағалауға барынша жұмысты сіздер мен біздер болып отырып көрдік. Білесіздер, барлық кезең бойынша біз сіздерге жұмыстарды бірге байланысқа шығып отырып көрдік. Қазір енді шамалы техникалық мүмкіндіктерге байланысты мына жақта марапатталатын дипломдарды қойып жатырмыз. Соған бір 2 минут уақыт берсеңіздер, сосын әрі қарай тағы да зумнан шықпаймыз. Байланысқа қалай біздің қазір модератор мен басшылар қосылады, әрі қарай жұмысты жалғастырамыз. Бір 2 минут мүмкіндік мына жаққа қазір слайдқа шығаруға, марапатталатын дипломдарды қоюға мүмкіндік берсеңіздер. Жақсы, рахмет.
Ақып анамкін 2 күннен кейін қап-қара болып шыға ма Жансұр? Көрсетпеймін ештеңе. Көрсетпеймін ештеңе. Дауыстарыңыз естіліп жатыр. Интервью сұрайық.
Саламатсыздар ма, құрметті жиналған қауым, құрметті қатысушылар. Барлық әріптестер кірді ма программаға? Бастай береміз ба, рұқсат болса? Құрметті Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары студенттері арасындағы 12-ші республикалық олимпиаданың қатысушы студенттері және біздің аса құрметті әріптестеріміз, жетекшілер, олимпиада жұмысы өз мәресіне жетті. Әрбір университеттен білімі мен біліктілігін сынға салу үшін қатысқан студенттердің арасынан шын жүйрікті анықтап, марапаттайтын сәтке де келіп жеттік. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары студенттері арасындағы 12-ші республикалық пән олимпиадасын қорытындылау үшін сөз кезегі Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректоры Кәрімова Бейбіткүл Сәрсенханқызына беріледі. Қайырлы күн, қымбатты әріптестер, қымбатты студенттер. Міне бүгін республикалық пәндік олимпиаданың салтанатты жабылу рәсіміне жиналып отырмыз барлығымыз. Сондықтан да міне мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім бағдарламасы бойынша осы пәндік олимпиадаға қатысушыларға рахметімді айта отырып сөзімді бастауға рұқсат етіңіздер. Қоғамдағы үдемелі өзгерістер педагогикалық білім беру жүйесінде болашақ педагог мамандарға жаңа кәсіби ойлауды қалыптастыруды көздейді. Заманауи қоғам бәсекеге қабілетті, шығармашыл, жаңа өзгермелі жағдайларда тез бейімделуге дайын, өзін-өзі дамытатын, өз бетінше шешім қабылдай білетін азаматтарды тәрбиелеуде қабілетті, кәсібилігі жоғары педагог мамандарды қажет етеді. Осы қоғамдық сұранысқа сәйкес лайықты маман дайындауда ең бастысы олардың кәсіби шыңдалуына басымдық берілуде. Болашақ педагогикалық мамандарды шығармашылық әрекетке дайындығын қалыптастыру қазіргі кездегі жоғары оқу орындары үшін өте өзекті мәселелердің бірі екендігі белгілі. Осы мәселеге байланысты әрбір болашақ маманның бойында қарқынды дамыған ғылыми техниканың жетістіктерін меңгере алу, жаңа ізденіске ұмтылу сияқты белгілері толығымен қалыптасуы тиіс. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті ұйымдастырып отырған пәндік олимпиадаға кең байтақ республикамыздың түкпір-түкпірінен жоғарғы оқу орындарының ең талантты білім алушылары жинақталып, бақ сынастыңыздар. Сіздер үшін пәндік олимпиада бұл интеллектуалдық жарыстар қуанышы, өздеріңіздің күштеріңіз бен білімдеріңізді сынап көру мүмкіндігі болды. Олимпиада ережесіне сәйкес тапсырмаларды орындап, өздеріңіздің зор мүмкіндіктеріңіз бен талантты да талапты, болашақта білікті, кәсіби маман иесі болатындарыңызды дәлелдеп шықтыңыздар. Құрметті достар, білім алушылар, осы білім алу жолында сіздерге үлкен шығармашылық ізденістер, үлкен табыстар тілеймін. Рахмет, Бейбіткүл Сәрсенханқызы. Құрметті қатысушылар, Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары студенттері арасындағы 12-ші республикалық олимпиаданың өту барысын баяндау үшін Қазылар алқасының мүшесі, біздің университетіміздің кафедра филиалы Алтын ұя бөбекжай балабақшасының меңгерушісі Зафура Шашыбекқызына сөз береміз. Құрметті әріптестер, міне бүгін сыр елінде үлкен мектепке дейінгі сала мамандарының, болашақ сала мамандарының үлкен республикалық олимпиадасы өтіп отыр. Барлық олимпиадаға жан-жақты онлайн режимінде қатысып отқан барлық жоғарғы оқу орындарының студенттеріне және сол студенттерді дайындаған барлық оқытушыларға мен шын жүректен алғысымды айтқым келеді. Студенттер өздерінің бүгінгі күнгі енді 2-ші, 3-ші курста оқып жатқан өздерінің стандарттарына, бағдарламаларына сай үлкен білімдерінің меңгергендерін көрсете білді. Жастарымыздың жалынды қаншалықты технологияларды меңгеріп жатқанын өзіміз
жобалардан, таныстыруларынан, панорамалық оқу қызметтерінен көрдік. Сондықтан барлық Қазақстан Республика бойынша 15 облыстан қатысып отқан барлық студенттерге, қатысушыларға алдағы уақытта да осындай Қазақстан Республикасындағы мектепке дейінгі сала бойынша олимпиадаларыңыз өзінің жалғасын таба берсін демекпіз. Сіздер үшін сыр еліне келіп, сыр елінің құтты бір қорқытата тұрған жерді аяқтарыңызбен басу тағы бір кезеңде өзінің сәтін салар деген ойдамын. Сыр еліне онлайн режимде қош келдіңіздер. Бүгінгі олимпиадаға өте жақсы дайындықпен келіп, өзінің таза жұмыстарын көрсетіп, орын алған оқу орындарын шын жүректен құттықтаймын. Ал алдағы уақытта осындай олимпиадалар өзінің жалғасын таба берсін, және мектепке дейінгі салаға қосатын үлестеріңіз өте зор деп есептеймін. Рахмет сіздерге. Рахмет, Зафа Сарсыбек қызы үлкен. Құрметті қатысушылар, 12-ші республикалық пән олимпиадасына қатысушы студенттерді марапаттау және жүлдегерлерді жариялау үшін сөз педагогика және оқыту әдістемесі кафедрасы меңгерушісі Бекжанова Бақытжамал Жорабек қызына беріледі. Рахмет, қадірменді әріптестер, құрметті білім алушылар. Міне, нағыз тебіреніске толыда толқыған сәт туды. Ол әрине марапаттар мен жеңімпаздарды жариялау. Рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы жоғарғы оқу орындары студенттері арасындағы В002 мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім беру тобындағы мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім беру бағдарламасы бойынша өткізілген 12-ші республикалық пәндік олимпиадасында заманауи тәрбиеші мәртебесі тақырыбындағы ең үздік таныстыру номинациясымен Құлжанова Әзбасарлар командасы Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты марапатталады. Ректор Бейбіткүл Сәрсемханқызы Каримова, Қызылорда қаласы, 22 мамыр 2020 жыл. Дәл осы мәтінде 21 ғасыр оқыту дизайны тақырыбы бойынша ең үздік номинациясымен Жұбанов жұлдыздары командасы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті марапатталады. Тәрбиешінің кәсіби шеберлігінің көкжиегі 4К моделі тақырыбында ең үздік шығармашылық жоба номинациясымен Шамшырақ командасы Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті марапатталады. Ең үздік панорамалық оқу қызметі номинациясымен Нұрсәт командасы Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті марапатталады. Үшінші дәрежелі диплом 3, екінші дәрежелі диплом 2, бірінші дәрежелі диплом 1. Үшінші дәрежелі диплом Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары студенттері арасындағы В002 мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім беру тобындағы мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім беру бағдарламасы бойынша өткізілген 12-ші республикалық пәндік олимпиадасында 3-ші орын алған команда Ұлағат Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті марапатталады. Дәл осындай мәтінде 3-ші орын алған ДОФ 2020 Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті марапатталады. 3-ші дәрежелі диплом Самға Евней Букетов атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті марапатталады. 2-ші дәрежелі диплом 2-ші орын алған команда мәртебелі педагог Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті марапатталады. 12-ші республикалық пәндік олимпиадасында 2-ші орын алған команда Смарт Жетісу Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті марапатталады. 1-ші дәрежелі диплом. Мәтінді толық оқуға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы жоғары оқу орны студенттері арасындағы В002 мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім беру тобындағы мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім беру бағдарламасы бойынша өткізілген 12-ші республикалық пәндік олимпиадасында 1-ші орын алған Қара Шаңырақ командасы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті марапатталады. Ректор Бейбіткүл Сәрсемханқызы Каримова.
Құрметті Олимпиадаға қатысушы команда мүшелері, топ жетекшілері, марапаттарыңыз құтты болсын. Рахмет. Рахмет сіздерге көп-көп. Құтты болсын. Құрметті Әріптестер, Ал пікір құрметті, айтуға рұқсат. мен ризашылығымды білдіріп кішкене сіздерге ыстық лебізімді оңтүстік Астана Алматыдан жолдағым келіп отыр. Жақсы, Құрметті жақсы. 12-ші пәндік олимпиадаға қатысушы әріптестер, олимпиадаға қатысып отырған біздің білім алушылар, 15 команданың жетекшілері және де осындай төтенше жағдайға қарамастан, бойларыңыздағы қорқыныш пен үрейге, сенімсіздікке бой алдырмастан, мынандай сын сағатта 12-ші пәндік олимпиаданы ұйымдастырған Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректоры, іскер ұйымдастырушы, білікті басшы Бейбіткүл Сәрсенханқызы, сізге ризашылығымды білдіремін. Және де педагогика және оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушісі Бақытжамал Жорабекқызы, сізге ризашылығымды білдіремін. Сонымен қатар 15 командаманан түні бойы мінекей 2 айдың көлемінде тығыз қарым-қатынаста бейімдеу, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, біздің арамызда болған Жұлдызай Тұматқызы, сізге өте ризашылығымды білдіремін. Сонымен құрметті біздің команда, 15 команданың жетекшілері және 15 команданың білім алушылары, барлықтарыңызды Құдай қаласа, Алла жазса, мынау оқыстан келген індеттен аман сау болып, оңтүстік Астана Алматыда кездескенше, осындай сіздердің жасампаздықпенен естілмей қалды. Теріңізге университеттің атынан басымды иемін сіздерге. Мынандай сын сағатта қаншама қиындықты, мына интернет желісіне де қарамастан, бірде-бір ешқандай оқыс немесе тоқтап қалған жағдай болмастан, мен сіздердің барлықтарыңыздың өзім онсыз да Қызылорда қаласын, Қызылордадағы біздің оқып жатқан білім алушылардың бәрі керемет, білімді, жалпы өзім сыр елі, жыр елін өте керемет жақсы көремін. Сондықтан да барлықтарыңызға ризашылығымды білдіремін. Тағы да бек ризамын. Біздің студенттеріміздің дайындаған жетекшілері, екеуі де біздің PhD доктор. Біріншісі өздеріңіздің осы мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының 2-ші курс докторанты, білікті, мына қазіргі кездегі жаңартылған білім беру мазмұнының нағыз жетік меңгерген Сәуле Жомартовна деген, және де сонымен қатар жас доктор PhD біздің осы мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының жаңаша бағытта қорғаған бірінші докторантымыз Мағрипа Құрманбекқызының жетекшілігіменен осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан бойынша біздің республикадағы мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша жалғыз докторантура біздің ғана қара шаңырақта. Сондықтан сіздерді біздің қара шаңырақта докторантураға оқуға биыл келіңіздер деп шақырамын. Қош аман саулықта кездескенше барлықтарыңызды құшақтап, Алматының әдемі алмасыменен, әдемі ауа райыменен келесі жылы аман есен қауышқанша қош сау амандықта кездесейік. Рахмет. Бізде бір-екі сөз айтып кетсек рұқсат екен. Рұқсат. Қыздар ұлттық педагогика университеті тоғысып жатырмыз. Көп рахмет сіздерге. Университеттің ректоры, Қорқыт атындағы Қызылорда педагогика университетінің ректоры мемлекеттік Бейбіткүл Сәрсенханова, сізге көп рахмет. Мынадай керемет ұйымдастыруларыңыз үшін рахмет. Біз кешеден бері айтып жатырмыз, Facebook беттеріне жазып жатырмыз. Ешқандай бір кедергісіз, сондай онлайн түрінде осындай олимпиаданы жоғары дәрежеде ұйымдастырамыз деп ойда болған жоқ. Аяқ астынан осындай бірінші рет осындай жағдай өмірімізде болып тұр. Және сіздер осыны барлық жоғары оқу орындарына үлгі ретінде көрсетіп отырсыздар алғашқы рет. Басымызды иеміз сіздерге. Киелі шаңырақтарыңыз аман болсын, абыройлы болсын, жемісті болсын.
рейтингтен де жақсы орындар алып жатсыздар. Бұдан да өрлей беріңіздер. Мынау керемет сондай ұйымдастырылған коллективтің арқасында өткізілетін іс-шара керемет жоғары дәрежеде өтті деген баға береміз. Студенттерімізге тілейтін сәттілік қыздар. Студенттер, сіздердің еңбектеріңіз осы. Сіздердің еңбектеріңіз болмаса, біз бұндай жайдарлап отырмас едік. Құрметті 12 жыл бойы осы командаларды дайындап келе жатқан осы жерде жетекшілер бар, мен білетін. Сіздерге де басым деймін алдарыңызда. Осы жастармен мәңгілік жас болып жүрміз. Мінекей жасымыз уже 50-ге келіп қалды. Осылармен бірге күлеміз, бірге билейміз, бірге жылаймыз, бірге қуанамыз. Сондықтан осындай керемет марапатты бізге сыйлағандарыңыз үшін киелі шаңырақ Қызылорда Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті сіздерге басымыз дейміз. Көп рахмет. Алла разы болсын бәріңізге. Рахмет үлкен. Біз де сіздерді қатты жақсы көреміз, асыға күтеміз. Тілектеріңізге, ниеттеріңізге айтқан шын жүректен, жүректеріңізден шыққан ыстық ықыластарыңызға мың алғыс басымыз дейміз. Тағы да пікір білдіруші әріптес жетекшілер бар ма екен? Айтыңыздар. Гүлнар Тажиновна. Тажинова, Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің басшысы, біздің ректор Баймырзаев Қуат Маратұлы, және біздің педагогика және психология факультетінің Ыбырайымжанов Қалибек Тұтығазиевич, және біздің оқыту және тәрбиелеу әдістемесі кафедрасының меңгерушісі Жакипбекова Саулет Сатсалдиновнаның атынан, және Смарт Жетісу тобының және мен жетекшісі Тажинова Гүлнар Амангелдиновнаның атынан сіздерге мың алғыс. Сіздердің ректорыңыз Каримова Бибігүл Сарсенхановна, және осы бәрін ұйымдастырып жүгіріп, қаншама күн түн осыны уайымдап жүрген Жұлдызай Тұрматқызына, содан кейін осы педагогика сіздердің ұжымдарыңызға мың алғыс. Осы жерде отырған комиссия мүшелеріне қаншама күн, қаншама сағат отырып біздің жұмыстарымызды тексеріп, осындай адал, шынайы бағаларыңызды беріп жатырсыздар. Мың алғыс сіздерге. Сіздердің елдеріңізге бармасақ та сол барып, сол өңірде жүрген сияқтымыз. Қызылорда еліне, Қорқыт Ата мемлекеттік университетіне кейінде өркендеп өсе берсін. Әрдайым осындай ұстаз, осындай ұжым бола берсін. Сіздерге мың алғыс. Бұйыртса біздің елге де келіңіздер. Біз де сіздерді құшақ жайып күтеміз. Осы олимпиадаға, 12-ші олимпиада, осындай тарихта қалатын олимпиадаға қатысқан командаларға, топтарға мен де айтам, мұнаймаңыздар. Бұл жеңген адам жоқ. Бұл жерде бәріміз де жеңіске жеттік. Әрдайым аман есен, еліміз тыныш, заманымыз жақсы болсын, бұндай індет болмасын, бұндай олимпиада болмай-ақ қойсыншы, бәріміз тірідей осылай қатысып, әр өңірге барып, аман есен жүре берейік. Жаңағы теориямыз бен практикамызды ұштастырып, сіздермен бізбен жаңағы сіздердің жақсылықтарыңыз, біздің жақсылықтарымызды бөлісіп жүре берейік, аман болайық. Рахмет сіздерге, басым деген, рахмет. Рахмет үлкен. Тағы да Құрметті әріптестер, қуанғанымнан өзімді таныстырмай кетіппін ғой. Мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті мектепке дейінгі білім беру және әлеуметтік педагогика кафедрасының меңгерушісі Ұлбосын Қозыбайна Қияқбаева боламын. Рахмет. қуаныштымыз өте. Ал енді жетекші профессор әріптестеріміз пікір білдірді. Осы олимпиадаға қатысқан жастарымыз, үздік шыққан команда өкілдері пікір білдірем десе, сіздерге рұқсат. Мен сөйлейін дедім. Жақсы. Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты Құлжанова Азбасарлары. Сіздерге мынау осы пандемиялық карантинге қарамай олимпиаданы өткізіп жатқандарыңызға зор қуаныштымын. Енді мынау барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Енді осы олимпиада басталғаннан бері осы 10 жылдың көлемінде жүрміз. Бірақ енді осы әртүрлі тәжірибені бөлісіп жатырмыз. Сіздерге көп рахмет айтамын, ұйымдастырушы кісілерге. Сосын бір ұсыныс, институттың командалық орындары болмай ма? Соны сұрайын деп едім.
Құрметті олимпиадаға қатысушылар, жаңағы берілген дипломдардың барлығы сол командаларға берілген орындар. Бірінші дәрежелі біреу, екінші дәрежелі екеу, үшінші дәрежелі 3 диплом сол командаларға берілген орындар. Дұрыс, жақсы, рахмет. Сіздер айтып берсе бола ма, министрліктің ұсынысы бойынша бір студенттердің фамилиясына берілу керек негізі. Соны ескерерсіздер, иә? Олимпиада өткізіп жүрген солай жіберіп жүрміз. Бір студентті береді. Жақсы, тағы да студенттер атынан пікір айтушылар бар ма екен? Қатысушы жастар атынан. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба, ха? Мен Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің студенті боламын. Есімім Баймұратова Тазагүл, мәртебелі педагог командасынан атынан сөйлеп отырмын. Сіздерге көп рахмет. Осындай жоба ұйымдастырып, студенттердің барлықтарын бір осындай уақытта бір жерге жұмылдыру, яғни ол оңай шаруа емес, біріншіден, және де осындай уақытта барлық командалардың басын қоса отырып, осындай жоғары дәрежеде өткізіліп жатқан олимпиадаға өткізгендеріңізге көп алғысымызды білдіреміз. Университеттің атынан, барлық жетекшілердің және өзіміздің тобымыздың қыздарының аттарынан алғысымыз шексіз. Әлі де осындай жобалар көп ұйымдастырылса екен, өйткені осындай жоба арқылы барлық студенттер негізінде практикалық тұрғыда өздеріне тәжірибе алмасатын еді барлық университеттермен. Және де бір жетекшілердің білгенін, кейбір жетекшілер білмей жатады. Сондай жағдайларда әр өңірден әрбір белгілі бір жақсы бір қырларын алуға көп өзінің мүмкіндігін алатын еді. Мүмкіндігін беретін еді. Сондықтан да ұсыныс ретінде тағы да осындай көптеген жобалар ұйымдастырсаңыздар, және де сіздердің университеттеріңізге үлкен мол табыс тілеймін. Рахмет көп тыңдағандарыңызға. Шамалы қол болсын. Рахмет сізге де. Ендеше, Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Сіздерге атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Бидахметова Балжан, Қара шаңырақ тобынан сіздерге көп рахмет. Осындай ұйымдастырып, топтық жұмыстар, осылай жарыстар, республикалық жарыстарды жаңағы Zoom арқылы, осындай қиындықтарға қарамастан көп рахмет сіздер өткізіп жатқандарыңызға. Жаңағы осы айтып өткен топтарға да, сіздерге де көп алғысымыз шексіз, сіздердің де жемістеріңіз жегізіңіздер. Студенттер өте белсенді, барлығынан біз жақсы мойынсұнбай, барлығымыз бірімізден жарыса өттік. Оларға да көп рахмет. Оқытушыларға да, ұстаздарға да сіздерге көп рахмет. Алғысымыз шексіз. Рахмет. Ендеше... Жандос Базартайұлымен қазіргі қарап отырмыз, барлықтарыңыздың көңіл күйлеріңізді көріп отырмыз. Барлықтарың шын мәнінде жетекшілер, енді сіздердің студенттердің жетістіктеріңіз, енді сіздердің үлкен еңбектеріңіздің арқасы ғой. Енді міне 12 жыл қатарынан осындай үлкен ғылыми зерттеулер жүргізу, жобалар жүргізу, оны олимпиадаға дайындау, міне осының барлығы бірімен бірі үйлесіп жатқан құбылыс. Сондықтан да сіздердің оқытушы құрамы, сіздердің еңбектеріңізге табыс тілегім келеді. Эмоцияларыңыздың барлығын байқап отырмын. Енді студенттер өз алдына, олар да қуанып жатыр, мысалы үшін өздерінің осындай білімдерін көрсетіп, сайысқа түсіп, оның үстіне мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу деген мәселе, жалпы өздеріңіз білесіз, республикамызға өте өзекті мәселе болып табылады. Енді педагог мәртебесі туралы заңның қабылдануына байланысты қазір педагогтардың, тәрбиешілердің жалпы авторитеті жоғары болады деген есептемін, мәртебесі жоғарылайды. Сондықтан осындай мәртебелі әрі қиын осындай мамандықты меңгеруде сіздердің қосып отырған сүбелі үлестеріңізді атап өткім келеді. Сонымен қатар міне енді дайындалып отырған осы сіздердің арттарыңыздан еретін мамандар өздерінің осындай биік дәрежеде, жоғарғы дәрежеде өздерінің білімдерін көрсетіп отыр. Сондықтан да біз де
ұжымына, ректорына алғысын білдіреді көп. Осындай онлайн олимпиада болады деген кезде біз қатты уайымдадық, қалай болар екен, біз көре аламыз ба екен, сырттай бағалана ма екен деген сияқты. Бәрі өте жақсы деңгейде ұйымдастырылды. Барлық команданың жұмыстарын көре білдік, тәжірибе алмаса білдік. Сонымен қатар ұйымдастырушы Жұлдызай Тұрматқызына да көп рахмет айтамыз. Барлық жұмыстарға сәттілік сіздерге, студенттерге алдағы сессияларын жақсы тапсыруларын, жетекшілерге жұмыстарына табыс тілеймін тек. Сосын айтатыным, мана айтып кеткендей, студенттерге жеке берілетін еді бұрын, және жетекшіге тоже. Со жағы мында басқаша болды ма екен? Жібереміз қосымша. Рахмет. Жақсы, рахмет. Құрметті қатысушылар, құрметті жастар. Әрбір республикалық деңгейде іс-шара қатысу үлкен жеңіс. Сыр елінің қасиетті қара шаңырақ қорқытатында Қызылорда мемлекеттік университетінің қонақжайлығын тағы да алдағы уақытта сыр еліне сіздерді қонаққа шақыра отыра көрсетеміз деп уәде береміз. Сондықтан бүгін олимпиаданың жабылу салтанатын қорытындыласақ, 2020-21 оқу жылында мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім беру бағдарламасы бойынша 13-ші республикалық пән олимпиадасын өткізу мәртебесіне бүгінгі олимпиада жеңімпаздары Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті иеленіп отыр. Эстафетаны қабыл алыңыздар. Сіздерді құттықтаймыз. Рахмет. Әрдайым жеңіс түгінде кездесейік. Еліміз аман, қазақ елі мәңгі жасай берсін. Жақсы, сау, саламатта болыңыздар.